Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер, қадірлі мұсылман бауырлар, Рамазан айы құтты мүбәрәк болсын. Тұтып жатқан оразаларыңызды Алла тағала қабыл етсін, құлшылықтарыңызды. Бүгін біз оразаны бұзатын және бұзбайтын жағдайларға тоқталамыз. Жалпы ораза дегеніміз не? Ол ішіп жеуден және жынысы қарым-қатынастан тыйылу, таң атқаннан күн батқанға дейін. Бұзылудың екі жағдайы бар демек. Біріншісі бұл жыныстық қарым-қатынас, екінші ішіп жеу. Осы екі жағдай оразаны бұзады. Бірінші жағдайға келетін болсақ, таң атқаннан күн батқанға дейін осының аралығында әдейілеп өзінің жұбайымен қарым-қатынаста, бұл сөздің ұят жоқ дейді, жыныс қарым-қатынаста болу, бұл оразаны бұзады, бұған кәффарат керек. Осымен қатар екінші мәселеде ішіп жеуде әдейілеп осы таң атқанмен және күн батқанның арасында әдейілеп ораза екендігін біле тұра ішіп жеу, бұл оразаны бұзады. Осымен қатар әдейілеп осы аралықта темекі шегу, насыбай ату, нәрлі укол қабылдау оразаны бұзады, кәффарат керек. Осы аралықта жаңбыр тамшыларын, басқа да қар тамшыларын әдейілеп жұту оразаны бұзады, кәффарат керек. Ал енді оразаны бұзбайтын самалдарға келетін болсақ, бұл естен шығып, ораза екендігі естен шығып ішіп жеу оразаны бұзбайды. Бірақ сол заматта аузынан алып тастауы керек. Аузын шайған абзал. Одан кейін әйелін сүю, немесе денесіне қол тигізу арқылы мәни шықпаса ораза бұзылмайды. Ал мәни шығатын болса, онда тек кәффарат емес, қаза керек. Осымен қатар қақырық жұту, өздігінен келген қақырықты, өздігінен келген қақырық, басқа да түкірікті жұту оразаны бұзбайды. Және де құлаққа су кіру, бұлық ағу оразаны бұзбайды. Ал енді осымен қатар Рамазан айында жаңағы білместікпен ұмытып ішіп жеп қою оразаны бұзбайды. Бірақ сол уақыттан бастап аузындағы нәрсені алып тастап оразасын жалғастыра беру керек. Егер оразан бұзылды екен деп аузын ашатын болса, онда кәффарат емес, тек қаза керек. Рамазан айтынан кейін, ораза айтынан кейін бір күнге бір күн оразасын ұстап алады. Кәффарат дегеніміз не? Кәффарат бұл әдейілеп тұрып ішіп жеу және жыныс қарым-қатынас арқылы оразаның бұзылғандығына кәффарат өтейді. Ол 60 күн оразаны ұстап береді. 60 күн бірінен кейін бірі болу керек. Мысалы 10 күн ораза ұстады, дем алып алды бір күн, одан кейін тағы да ұстайын десе, онда ол қайтадан оразаны басынан бастап ұстау керек. 60 күн үздіксіз ұсталу керек. Кәффарат дегеніміз осы. Осымен қатар, егер ораза ұстауға шамасы жетпейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде ол құл азат етілген. Қазіргі таңда ондай жағдай, ондай қоғам емес. Сондықтан да 60, егер 60 күн ораза ұстауға шамасы жетпейтін болса, 60 міскінді, аз қамтылған отбасына мұқтаж жанды тойдыру. Бір адамды 60 күн тойдырса да болады, немесе 60 міскінді бір күнде тойдырса да болады. Кәффарат өтелді болып есептеледі. Бірақ дегенмен де Алла тағаладан және де кешірім сұрап тәубе етуі абзал болып есептеледі. Осымен қатар Рамазан кезінде оразаны бұзбайтын нәрселер бұл мисуак қолдану оразаны бұзбайды. Тіс пастасын, тіспен жаңағы щеткасымен тісті жуу оразаны бұзбайды. Бірақ бұның дәмі тамаққа кетіп қалмағаны абзал. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөлімінің шешімі бойынша жалпы осы ауыз бекітпей тұрып, сәресі уақытында, таң намазының уақыты кірмей тұрып, тістерді жаңа тіс щеткасымен, пастасымен жуып алған абзал деп айтылады. Және де қасиетті Рамазан айында екі нәрсені есте сақтауымыз керек. Көп жағдайда осы халықтан, жамағаттан сұрақтар келіп жатады. Шаш алсам, тырнақ алсам, жуынсам,
деген сияқты осындай сақал мұрт алатын болсам ораза бұзыла ма? Негізі екі нәрсені есте сақтау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде сырттан ішке кірген нәрселер оразаны бұзады. Ал іштен сыртқа шыққан нәрселер ол дәретті бұзады. Сырттан, сол үшін біздің денемізден алынған нәрселер оразаны бұзбайды. Ол шаш, сақал, тырнақ, сақал, мұрт сияқты нәрселер, біздің үстімізден түскен қылдар оразаны бұзбайды. Осымен қатар өздігінен келген құсық шықса да және оны білместікпен жұтып қойса да ораза бұзылмайды. Құсықты әдейілеп, тамағына қолын тығып әдейілеп құсатын болатын болса, ол ораза бұзылады. Осымен қатар қасиетті Рамазан айларында шариғат бойынша әрине харамға қарау, ғайбат сөз айту шариғат тұрғысынан ораза бұзылмайды. Бірақ оразаның руханият тұрғысынан бұл нәрселерден ұзақ тұрғанымыз абзал. Яғни Рамазан ай тек қана ішіп жеуден тыйылу емес, бұл нәпсіні тәрбиелеу айы. Адамның рухани тазаратын, жаңғыратын, өз-өзін ақылақ, мінез-құлық тұрғысынан тәрбиелейтін, рухани кемелденетін ай деп айтсақ болады. Қасиетті Рамазан айы бұл Құран, мейірімділік, қайырымдылық, бір-біріне көмектесу, бауырмашылдықтың, тақуалықтың, тәубе етудің, Алла тағала жақындаудың, өзін рухани тұрғыдан нәпсіні тәрбиелейтін, жетілдіретін, тазаратын ай десек қателеспейміз. Алла тағала ораза айында ұстап жатқан оразаларымызды, жасап жатқан құлшылықтарымызды, үйде оқып жатқан тарауих намаздарымызды, оқып жатқан хатым құрандарымызды, игілікті істерімізді, қайырымдылық жасап жатқан ізгі істерімізді, Алла ризалығы үшін жасап жатқан әрбір сауапты іс амалдарымызды, дұға тілектерімізді, тәубелерімізді, истиғфарларымызды, тәсбихлерімізді қабыл етсін. Қасиетті Рамазан айы құтты мүбәрак болсын. Рамазанға төрт көзіміз түгел аман есен жақсылықта жете берейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.